егер салмақтарыңыз 90-нан жоғары, 85-тен жоғары болатын болса, бірден отырмайсыздар. Бастапқы 3 күн тамақпен қосып ішесіздер, организмға үйреніскенше. Мен өйткені алдыңғы айда 50 адамға марафон аштым, 12 күнде 9 килограмм салмақ тастағандар бар, мен командамда. 7 килограмм салмақ тастаған бар, 5 күннің өзінде 6 килограмм салмақ лақтырып тастағандар. Мен алдағы уақытта бұйырса тоже марафон ашам. Группада болсаңыздар кіресіздер. Алдағы осы 20-сы нені аяқтапсақ, оразамызды. Сосын наурызымызды аяқтапсақ, сосын сіздердің барлықтарыңызды жасартып Бетіңіз күшті тиіп, мен 16 килограмм салмақ тастадым. Бетіңіз вообще. Енді қараңыздар, бұны қалай ішеміз? Егер арықтау мақсатында ішетін болсаңыздар, егер салмағыңыз бұрын жасалмаған болса, чистка жасалмаған болса, сразу отырмаймыз. Басында таңертең тұра саласыздар, мына тісіңізді жуғаннан кейін бірінші салмақ өлшейсіздер, белдеріңізді өлшейсіздер, беттеріңізді фотоға түсіріп аласыздар. Таңертең аш құрсақта біреуін ішіп аласыздар. Сосын 5 минуттан кейін натодан бір тал ішеміз. Қанша су, қанша... Сумен емес, жай ғана ашасыздар, тілдің астынан саласыздар. Таңертең бір тал нато ішесіздер. Болды. Через жарты сағат өткеннен кейін, 30 минут өткеннен кейін, мынаны бір талын біреуін ішін 100 грамм суға, 70-80 градустық суға құйып аласыз, езесіз, ішесіз. Ары қарай сәл завтрак тамақтарын жеңіздер. Түсте тоже солай қайталаймыз. Тамақтың алдында жарты сағатына ішіп аламыз. Тамақтың алдында жарты сағаттан кейін мынаны ішеміз, тоже обед ішесіздер. Бастапқы 3 күн. Кеште тоже солай жасаймыз. Тамақтан кейін. Бастапқы 3 күннің өзінде тамақ ішіп жүрсеңіздер де салмақ тастайсыздар. 3 күннен кейін бір апта толқа осымен ғана отырасыздар. Ол кезде мынаны біреу емес, 2-ден қосасыздар. 7 күн ішкеннен кейін тоже жаңағыдай қайталаймыз. Тамақтың алдында ішесіз, 3 күн тамақ ішіп ішесіздер. Одан 3 күн өткеннен кейін тоже 7 күн осымен отырасыздар. Натоны тамақтан кейін ба? Тамақтың, егер асқазаныңызда проблема болмаса, тамақтың жылайтын не қан тазалайтын нәрсе тамақтың алдында аш құрсақ ішкен жақсы. Егер асқазаныңызда жара или болмаса сондай бір нәрселер болатын болса, тамақтан кейін ішіңіздер. Бізде облепихадан жасаған продукция бар, ол ішкі сыртқы жараға өте жақсы көмектеседі. Егер асқазандарыңызда және геморрой болатын болса, или болмаса әйел қауымдарда маткеде эрозия болатын болса, соны міндетті түрде қосып ішіңіздер. Маткеде эрозия, миома болатын болса, кардицеп қосып ішіңіздер. Көп кісі айтады, бізде көкіректе кесте бар, маткеде кесте бар, мынаны қосып ішуге бола ма, мынаның бәрі составында витаминдер ғой дейді. Жоқ, бұл витамин гормоналды нәрсе емес бұл. Бұл күнделікті адам организмге қажетті дозадағы кәдімгі тағам, азықтық кәне. Сол үшін қорқпаңыздар, сол үшін бұның бәрін біз врач емеспіз, бірақ та біз врачтармен жаңағы күнделікті контактта боламыз ғой, күнде сол кісілердің практикадан өтіп, сол кісілердің жауабынан қорытынды нәрсені сіздерге жеткіземіз. Ал егер де иммунитетті көтеру мақсатында болатын болса, тамақпен бірге іше бересіздер. Тамақпен бірге, күніге. Тамақпен бірге ішесіздер. Тура міне екеуін азанда кеш 2 мезгіл ішесіздер, бір талдан. 5 күннен кейін мынаны 2 талдан қосасыздар. 5 күннен кейін. Бастапта кімнің қай жерінде проблема бар, соны тиіседі. Уайымдамаңыздар, қайта қуаныңыздар. Если салмақ кереу жоқ бастауға, басқаша ішеміз да? Айттым ғой, тамақпен бірге ішесіздер. Салмақ тастау үшін жаңағыдай 3 күннен кейін, енді айтып жатырмын ғой, салмақ тастау үшін 3 күннен кейін бір апта осымен отырасыздар. Ал салмақ тастамай күнделікті иммунитет көтеремін десеңіз, тамақтан жүре бересіз. Тамақтан алдында ішесіздер. Схемасын неге жазуға бола ма? Шартқа соның схемасын жазып жіберсеңіз.